Баршаңызға сәлем достар, менің арнама қош келіпсіздер. Менің арнама тіркеліп, қолдап, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Және де тіркелмеген болсаңыздар, қоңыраушаны басып кетіңіз. Сол кезде тіркеліп тұрасыздар. Мен салған рецебім сіздерге барып тұрады. Ал енді бисмилля деп бастайық. Бүгінгі жасайтын салатым өте керемет. Үйде үнемі жасап жүретін салаттардың бірімен сіздермен бөлісейін деп отырмын. Енді ең бірінші біз цветной капустаны осылай бөліп аламыз. Осылай бөліп тазалап аламыз. Екі ортасынан бөліп. Сіздер майдарақ қылсаңыздар, майдарақ қылып бөлсеңіздер болады. Мен ортасынан бөліп үлкендеу қылдым. Ал енді оған цветной капустаны турап алдық. Енді брокколиді де осылай тазалап турап аламыз. Оны да ортасынан бөліп, бұтағынан ажыратып, әдемі қылып бөліп аласыздар. Салатқа әдемі болып тұру үшін ірілеу қылу керек. Енді осылай брокколи мен цветной капустаны турап алдық. Енді қайнатып тұрған суымызға бір қасық тұз салып, брокколи мен капустаны бір 3 минутқа қайнатып аламыз. Көп қайнатпаңыздар, езіліп кетеді. Өйткені салатқа күтірлеп тұру керек брокколиміз жеген кезде. Енді піскен етімізді осылай жұқалап турап аламыз. Осылай жұқалап турап алдық. Енді оны жаңа чеснок пен жаңағы соя тұздығын алып, екеуін жаңа піскен етімізге араластырып, тұндырып қоямыз. Маринадтап. Енді помидорымызды енді осылай бөліп, ортасынан бөліп аламыз. Сөйтіп салат қосуға дайындаймыз. Салатымызға қосамыз, әдемі дәм кіреді. Енді бұдан кейін қиярымызды бөліп турап алып, оны да салатқа қосамыз. Өте керемет салаттардың бірі болады. Үнемі өзім отбасыма жасап беремін. Осылай помидорымызды турап алдық. Енді осылай қиярды да турап аламыз. Осы көктемнің кезінде осылай көкөністер көп жеңіздер. Адамның иммунитеті төмендеп, жаңағы әлсірейтін кезі бұлай көктем айы. Соған қарай осындай көкөністерді көп жесеңіздер болады. Енді салат жапырақтарын турап, бұны да қосып жібереміз. Содан кейін көк пиязымызды қосамыз. Осылай майдалап турап салатымызға қосып жіберіңіздер. Әсіресе укроп, көк пияз дегенді тамақтан үзбей қосуға кеңес беремін. Енді укропты да майдалап осылай салатқа қосамыз. Енді чеснокты да майдалап теркіден өткізсеңіздер де болады. Осылай или кесіп алып, турап салсаңыздар да болады. Енді салатымыз араластырып жіберейік бір рет. Енді одан кейін біз етімізді саламыз, маринадтап тұрған. Сосын брокколи мен жаңағы цветной капустамызды да қосамыз. Осылай қосып жіберіп араластырамыз. Тұз саламыз, шамалы шайный қасықпен. Ортасынан кішкене тұз салыңыздар, сосын дәмін көріп, аз болса тағы қоссаңыздар болады. Өте керемет салаттардың бірі болып шығады. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Сосын бір қасық соевый соус құйып жіберіңіздер. Сосын оливковый майдан бір қасық құямыз. Осылай салат жасап беремін. Үнемі отбасыма өте керемет, сүйсініп жейтін салаттардың бірі. Енді араластырып жібереміз. Сосын банкадағы тушит етілген жаңағы қияр. Осы қиярымызды да бөліп салатымызға қосып жібереміз. Былайша солит етілген қиярды да қоссаңыздар болады. Мен банкадағыны қостым. Өте керемет, дәм ерекше шығады. Осылай салатымызды дайындап
араластырып аламыз. Дәмін көріңіздер. Тұзы болса, аз болса тұз салсаңыздар болады. Осымен салатымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер.